Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін біз өз өмір жолын имандылық пен руханиятқа арнап, елге қызмет етіп жүрген ағамызбен сұхбаттасамыз. Ол кісінің өмір жолы, рухани бағытты таңдаған сәтін, осы жолдағы сынақтар мен сабақтары туралы әңгімелесеміз. Қарағанды қаласы Міржақып Дулатов атындағы мешіттің имамы Смағұлов Жасұлан Манапұлы. Ұстаз, ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам, рахматуллахи ва баракату. Ұстаз, бұйыртса бүгін сіздің қызметіңізбен танысамыз. Ең алдымен өз өмір жолыңызды қысқаша айтып, қай өңірдің тумасы екенін айта кетсеңіз. Мен Смағұлов Жасұлан Манапұлы 1990 жылы Қарағанды облысы Шет ауданының жанындағы Қайрақты ауылында дүниеге келгем. Ол жерден біз қоныс аударған кезде мен 4 жаста екенмін. Кейін мынау екінші Ақшоқыда 1-ші сыныпты тамамдадым. Одан кейін біздің ата-анамыз қоныс аударуына байланысты Талды ауылына көштік. Ол жерде 2-ші сыныптан бастап 11-ші сыныпқа дейін мектеп оқыдым. Сол жерде Талды орта мектебін тамамдадым. Ұстаз, имам болу бала кезден ойыңызда болды ма, әлде ол кейін қабылданған шешім бе? Енді бала кезден имам болам деп бір ешқандай мақсат қоймағам. Бірақ мен мынау жыр дастандарға кішкене жақын болатынмын. Әдебиет жағына бала кезден айтысты жақсы көретінмін. Әлі есімде, ауылда әр жексенбі сайын сағат 3-тің кезінде меді айтыс берілетін. Соны жібермей көретінмін. Айтысты сондай жақсы көргенім соншалықты. Кейін енді мектеп бітіргеннен кейін ойлар болды, сондай жаңағы жазушылық жағына ма, әдеби жағына ма, жырдастанға бір жақындау саланы таңдайын ба деген ой болған негізі. Бірақ Алланың қалауымен мектеп бітіргеннен кейін жаңағы НТ-дан, тесттен бәрін жақсы өтіп, бірақ оқуға тапсыратын кезде әртүрлі бір жағдайлар болды. Кедергілер десек болады, денсаулық жағынан. Содан кейін жаңағы өзімнің де енді уақыт бар деп жүргеніме байланысты бір кейін қарасақ уақыт өтіп кеткен екен, документ тапсыруға, сөйтіп оқуға түсе алмай қалған кездер болды. Сондай жағдайларға байланысты. Бірақ сол жылы мен қарап тұрсам, медресеге түсетіндей уақыт бар екен әлі. Енді медресе мәселесіне келетін болсақ, бұрыннан ойда болатын. Медресе оқыса қалай болады екен деп қызығушылық болатын. Себебі бала кезден Абайды оқып өстік, Абайдың өмірімен таныстық, медресе оқығандығын білеміз мысалға. Одан кейін еліміздің өз зиялыларының барлығы медресе оқығандығын білеміз. Сондықтан менде бір қызығушылық болатын. Бірақ медресе бітіріп қызмет жасаймын, имам болам деген ой болмаған. Өмір жолыңызды дінмен ұштастырамын деген ой болмады? Жоқ, сол нақты мен имам болам, қызмет жасап, сол имандылық жолында қызмет жасаймын деген ой болмаған. Тек өзім үшін жаңағы діни сауаттылығымды арттыру үшін, және де сол жаңағы айтып өткен біздің зиялыларымыз жүріп өткен жол деген бір қызығушылық болатын. Кейін мынау 2010 жылдары Астана медресесіне құжаттар тапсырамыз. Сонымен сол жаққа қабылданып, Алланың қалауымен медресеге оқуға түскен болатынбыз. Және де сол медреседе алғашқы Құран үйреткен Айтбай Жандос ұстазымыз, ол кісіге Алла разы болсын, өміріне берекет берсін. Әлі де жақсы араласамыз. Осы қазіргі таңда Астана қаласында бас мешітте наиб имам қызметін атқаруда. Керемет. Сол барған кезде маған бір қиындық туындатқан жерлер болды. Қай жағынан мен алдын ала дайындық курсында болмаған едім медресеге барған кезде. Менімен барған балалардың көбісі жаңағы алдын ала курсқа қатысып 4 ай немесе одан да көбірек уақыт сауаттарын ашып, Құранды арабшадан оқи алатындай халде азды көпті ережесін
білетіндей болып барған болатын. Алдын ала білімін арттырып барған. Иә. Ал мен ол уақытта жаңағы арнайы дайындау курсын білмегенмін, естімегенмін. Соған байланысты бірден медресеге барып қалдық. Және де сол медресеге түскен кезде бірінші курсты бізде 3 топқа бөлді. Әр топтың өзінің ұстаздары бар. Сол біз Жандос ұстаздың тобына түстік. Еститініміз қаталдау ұстаз деп. Оның үстіне мен дайындықсыз барып тұрмын. Осы жерде енді ойладым өзімде, басқа топқа мүмкін ауыстырып жіберер ме екен деп. Бірақ азды көпті енді табандылық танытып шыдауға тырыстық. Сөйтіп ұстазымыз да байқады ма, өз тобында алып қалып, әрі қарай жаңағы енді жақсы көріп қалған шәкірттерінің бірі болдық десек те болады, Аллаға шүкір. Сөйтіп оқуымызды әрі қарай жалғастырып кеттік. Және де бізде сол медреседе көптеген ұстаздар болды, тәжірибелі, өте білімді. Сол әрқайсы біздерге өзіндік бір сабақ бере білді. Өмірлік болсын, тәжірибелік болсын. Қарап отыратын болсақ, Жандос ұстазымыз біздің Құранға деген махаббатымызды ашуға, және де ілімге деген махаббатымызды артуына үлес қосатын болса, және де тиянақтылыққа, ілімде табандылыққа үйреткен болса, бізде де тәрбиеші ұстаз, Қыдырәлі ұстаз деген ұстаз болған. Ол кісі жаңағы жатақхананың тәрбиесіне қарады. Қанша бала болатын болса, сонша баламен жеке-жеке жұмыс жасап деген сияқты біздің жататын жайымызды, бөлмеміздің тазалығына, барлығына өзіміздің тиянақты жүруімізге өте үлкен үлес қосқан тұлға десек болады. Содан кейін Руслан Қамбар ұстазымыз болған. Ол кісі әлі де дін саласында қызметте. Ол кісі бізге араб тілінен және де ислам тарихынан сабақ берді. Көбінесе ислам тарихынан берді. Ол кісінің алдында біздер дұрыс сөйлеуді үйрендік. Ол кісінің алдында сабақ айтатын болатын болсақ, дәріс айтқан кезде айтатын сөзімізді алдын ала бірнеше уақыт қорытып алатынбыз іштей. Артық сөйлеуге қорқасыздар. Артық сөйлеу былай тұрсын, қате сөйлемеу керек. Масқара. Ол да менің ойымша үлкен бізге сабақ болды. Өте үлкен керемет тәрбие. Енді ол кісінің өзінен де қарайтын болсақ, сөйлеген кезде, аударма жасап жатқан кезінде, мысалы араб тілінен қазақ тілге аударып жатқан кезде де әдеби аударуға тырысатын байқайтынбыз. Бірде араб ұстаз айтып жатқан сөздердің ішінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның 2 немересі деген сөз болды. Соны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның қос немересі деп аударып жатыр да. Енді былай қарасақ 2 немересі деп айта салуға болады. Ана жерде енді әдеби жаққа, көркемдеп сөйлеу жаққа өте қатты мән беретін кісі. Одан кейін Аманқұлов Хасан ұстазымыз, ол кісі де біздің өмірімізге өте үлкен бір жан-жақты бағыт бағдар берді десек болады. Ол кісі фихтан сабақ берген бізге. Аз уақыттың ішінде біраз мағлұмат алатындай бағдарлама жасап, ол кісі сол медресенің жүйесіне үлкен үлесін қосқан ұстаз. Біз медресені тамамдап кетіп бара жатқан күннің өзінде де кәдімгі өмірлік сабақтарын айтып, ертең күні қызметке барған кездегі біздің жүріс-тұрысымыз, қоғаммен араласуымыз, осы мәселелердің барлығында қалай жасаймыз, мысалға таңдаулар қалай болады, адамдармен қалай қарым-қатынас жасаймыз, осының барлығында одан бөлек өмірлік, отбасылық мәселелерде өте үлкен ақылын айтып, өте үлкен бағдар берген болатын. Сол уақытта осы аталып өткендей үлкен ұстаздарымыз сияқты үлкен білікті мамандарды бір жерге жинап, шәкірттерге сондай үлкен білім беріп қалатындай
деңгейде медресені жұмыстарын жүргізген, соған ұйытқы болған, басшы болып сол кезде қызмет жасаған біздің Заңқоев Қалижан ұстазымыз. Ол кісіге де Алла разы болсын, өміріне, отбасына Алла береке берген болсын иншалла. Сол енді медресе кезінде де әртүрлі қызықты оқиғалар болады ғой. Солардың біреуі есте қалыпты. Енді бірінші курстың соңы, екінші курстың бас жағы болу керек. Жаңағы азан айтуға, қамат айтуға намаздың алдын қызығатымыз қатты. Сөйтіп бас кезінде таң намазына азан айтып, оның өзіне таласып, жаңағындай шәкірттер арасында сөйтіп қызығушылық жоғары болатын. Қамат айтатын кезде имамдар бөлмесінің есігімен жаңағы михрабтың, имам тұратын жердің ара қашықтығы 10 метрдей ма сондай болып қалады. Сөйтіп мен микрофонды алып алып, жаңағы имамдар бөлмесінен шығып, жүріп бара жатып айтқанмын ғой қаматты. Сөйтіп оны Қалижан ұстаз көріп қалған екен сырттан. Бір-екі күннен кейін үлкен жиналыс болады. Сол жиналыста өткендегі анау тамадалар құсап қамат айтып жүрген қайсы деп сөйтіп айтқаны бар еді. Ұстаз, сонда медресеге түскен алдын ала дайындалып қалған шарт па? Енді қазіргі уақыттарда шарт болу керек ол нәрсе, және де баланың өзіне де жеңілдік, ары қарай ілімін жеңіл алып кетуге, қиналмай алып кетуіне септігін тигізетін жайттар. Аз болса да алдын ала дайындалып барған дұрыс дейсіз ғой. Медресе сіздер 3 жыл оқыдыңыздар, иә? Медресені 3 жыл оқыдық, 2010-2013 жылдар аралығында. Медреседе оқығанда 3 жыл жатақханада жаттыңыздар, иә, сонда? Медресенің жанында өзінің медресеге арналған жатақханасы бар. Сол жатақханада жатып оқу негізі шарт. Сол жатақханада жатып 3 жыл оқыған болатынбыз. 3 жыл тегін оқыдыңыздар медреседе? Тегін десек те болады. Енді жатақханаға бір сол кезде азғантай ақша төлеу керек болатын, бірақ ол бір есептеуге келмейтін ақша, тегін десек те болады. Медресені тәмамдағаннан кейін бірден мешітке жұмысқа қабылдандыңыз, иә? 2013 жылы медресені тәмамдағаннан кейін сол қызметке бардық. Енді әр өңірден, орталық мешіттерінен жаңағы медресені тәмамдаушы шәкірттерге ұсыныстар келеді, қай жерге қызметке барасың деген сияқты. Енді әрине өздеріне де таңдау беріледі. Лажы барынша өзінің тұрақты жеріне жақындау жер болатын болса, немесе сол өңір болатын болса деген сияқты. Содан кейін маған мынау Абай қаласындағы жаңадан ашылған мешіт болатын ол кезде. Сол 2013 жылдың бас кезінде ашылған мешіт. Сол жерге қызметке, наиб имамдық қызметі ұсынылды. Сол жерге барып 2013 жылы маусым айында тағайындалған болатын. Ол кезде сол мешітте бірнеше шәкірттер болды. Жаңағы діни сабақ алуға, Құран оқып үйренуге қызығушылығы жоғары сондай жастар болды. Солардың ішінде Абылай деген шәкіртім болды. Сол шәкірттердің ішіндегі алғыры, жаңағы 1 жылдың ішінде 2,5 пара жаттаған бала. Керемет. Сол жерде нөлден бастаған негізі. Ол әрине мешіттердің ішінде, жаңағы мешіт қабырғасында жүріп, сондай уақытта, сондай деңгейге шығу, ол өте үлкен көрсеткіш. Кейін мен 2016 жылы Нұр-Мүбаракқа түсетін уақытта Абылайды өзіммен бірге ала кеттім. Нұр-Мүбарактың Талғарда пат-курсы бар, дайындық курсы, сол жерге оқуға қабылданды. Сөйтіп 1 жыл оқығаннан кейін ол жерде де жақсы көрсеткіш көрсетіп, кейін Түркия еліне оқуға барды. Сол жерде 4 жыл ілім алды. Одан кейін Иордания еліне барып 1 жыл ілім алып келді. Керемет. Үлкен шамдық ғалымдардан
үлкен кітаптардан жаңағы білім алып келді. Қазіргі таңда біздің ұсынысымызды қабыл алып осы Міржақып Дулатұлы мешітіне қызметке келіп жатқан жайты бар. Бұйыртса ұстаз болып осы жерде алдағы уақытта қызмет жасайтын болады. Бұйыртса. Өзіңіз тәрбиелеген, мешітте өзіңіз тәрбиелеген шәкіртіңіз әр жерде оқып, өз қол астыңызға келіп жұмыс істейін деп жатыр. Бұйыртса. Керемет. Енді сол 2016 жылы мен Нұрмараққа оқуға түстім. 2016-дан 2019-ға дейін сол Нұрмарақ университетін оқыдық. Ол жерде де білікті мамандар, үлкен ұстаздар дәріс берді. Ол Нұрмарақ университет қой, Иә. Ол Нұрмарақ университетінде жатақханада жатып оқыдыңыз 3 жыл? Енді Нұрмарақ университетінің жанында жатақхана бар, жаңағы студенттерге арналған, ер балаларға, қыз балаларға арналған бөлек жатақханалар бар. Мен енді отбасылы болғандықтан бас кезінде жатақханада болдым. Кейін отбасымды алдырған кезде жаңағы пәтерге шықтық. Ол Нұрмарақ университетінде тегін оқыла ма, әлде ақылы түрде ма? Тегінде, ақылы түрде де бар. Яғни тегіні жаңағы грантқа түсетін болса, егерде емтихан тапсырған кезде сол қажетті балды алып тапсыра алатын болса, онда 3 жыл жаңағы тегін оқытылады, және де шәкіртақы тағайындалады. Ай сайын шәкіртақы беріліп тұрады. Және де жатақханасы да өте тиімді, қолайлы бағада беріледі. Шәкірттерге өте қолайлы. Студенттің оқуына байланысты дейсіз ғой. Тегін оқу, ақылы оқу, керемет. Сол Нұрмарақ университетін тәмамдап, қайта Қарағанды қаласына қайтып келдіңіз ғой? Сол 2019-да Нұрмарақ университетін тамамдағаннан кейін Қарағанды қаласы қалалық Әл-Мәшани мешітіне қызметке келдік. Сол 2020 жылға қарай ғой. 2020 жылдан бастап 2024-ге дейін сол жерде қызмет жасадық, наиб имам болып. Одан кейін 2024-2025 жыл аралығында мынау жаңадан ашылған Төле би мешіті бар. Сол жерде наиб имам болып қызмет жасадым. Кейіннен осы 1 ай бұрын, осы 25 жылы осы жаңадан ашылған Міржақып Дулатұлы мешітіне ұсыныс айтылды. Имам болып тағайындалуға сол ұсынысты қабыл алып, осы жерге келіп қалдық. Қазір бисмилля деп сол қызметімізді бастап жатырмыз. Керемет. Енді мешіт туралы айтып өтетін болсақ, қысқаша салған адам Аян деген бауырымыз, осы Қарағанды облысының тумасы. Және де басқа да достарынан жаңа атсалысқан адамдар бар. Керемет. 1 жылға жетпей мешіт құрылысы аяқталған болатын. Сыйымдылығы 200 адамға жуық. Және де жанында асханасы бар. Ол жерге 180 адамдай орын бар. Қазіргі таңда осы қызметке келгеннен кейін жұмыстарды бастап жатырмыз. Алдағы уақытта жоспарлар бар. Ұстаз, енді осы өзіңіздің өмір жолыңызды тыңдадық. Керемет. Сізге тағы да алғысымды айтамын. Енді осы жас имамдарға, дін жолын таңдаған жастарға, осы имам болам деп жүрген балаларға қандай кеңесіңіз бар? Жалпы енді медресе бітірген көп жастар қазір қызметтен қашып жатқандығын да байқаймыз. Қызметке барғысы келмейді. Бірақ қызмет деген ол өмірлік тәжірибе, және де оның алдына имамдылық бұл сауапты да жауапты қызмет қой. Сондықтан да бұл екі өмірде де жемісін көретіндей сондай бір үлкен сауапты қызмет. Сондықтан да қызметтен қашпау керек. Шама келсе сол алған білімін, ұстаздардың берген бағыт бағдарын сол халыққа беруге тырысу керек. Енді кейбір жас шәкірттер медресе бітіре салып, тағы да әрі қарай шетелге оқуға кеткісі келіп жатады, немесе университетке түскісі келіп жатады, бірден арасына уақыт салмай.
бірақ ол енді жақсы нәрсе. Бірақ сол медресе бітіргеннен кейін біраз жыл қызмет жасап, содан кейін баратын болса, ол нұр үстіне нұр болады. Себебі өзіне қандай нәрсе қажет, қай қырынан өзін дамыту керек, немесе халыққа не қажет деген сияқты бір сараптаудан өткізіп барып, әрі қарай білімін жалғастыратын болады. Осы жағын айтар едім. Иә. Ұстаз, енді жаңағы айтып отырсыз, медреседен кейін 2 жыл жұмыс істеп барып жоғары оқу орнына түскен дұрыс деп. Сонда 2 жыл жұмыс істеп, жаңағы жоғары оқу орнына түскен кезде ол жерде қандай да бір өзіне ұнаған мамандық таңдауға бола ма? Ол жерде әртүрлі мамандық оқуға болады ма университетте? Иә, шәкірттің өз таңдауымен ол жерде енді исламтану бар, дінтану бар, және исламтанудың ішінде фих, ақида, хадис бөлімдері бар. Сондықтан да өзіне қайсы ұнайды, соны таңдап білімін ала береді, жалғастырып. Енше Жасұлан ұстаз, сізге өте көп алғыс айтам осы сұхбат бергеніңізге. Жұмысыңыздың берекесін көре беріңіз. Алла сізге разы болсын. Рахмет. Өздеріңізге де осы бастамаңызға Алла береке берсін. Басыңызға, кәсібіңізге Алла берекет берген болсын. Әумин, айтқаныңыз келсін. Ендеше құрметті көрермендер, осымен біз аяқтаймыз. Және де басқа да мамандықта зерттеуді біз жалғастыра береміз. Бізбен бірге болыңыздар.